Ассалаумағалейкум достар. Шавкат Рахмоновтың хайпы біртіндеп төмендей бастайды. Келесі жекпе-жегіне дейін әрине. Ал Шавкаттан бөлек бізде талай мықты спортшылар бар. Өз жекпе-жектерін өткізіп жүрген, бірақ кейде елеусіз қалып жатады. Бүгін мен Садриддин Ахмедовтың келе жатқан жекпе-жек жайлы сөз қозғағым келіп отыр. Бастамас бұрын менің серіктестерім Cambridge Academy жайлы да айта кетейін. Кішігірім жарнама ретінде өзім ағылшын тілін дәл осы академияда онлайн форматта оқып жүрмін. Бұл Алматы қаласында орналасқан ағылшын тілі академиясы. Сол жерде егер Алматыда тұрсаңыздар офлайн форматта, Қазақстанда бір жерде тұрсаңыз, онда офлайн форматта ағылшын тілін меңгеруге болады. Кез келген мақсатта, кез келген жаста барлығыңызға да Cambridge Academy'дің есігі ашық. Ал Садриддин Ахмедовке оралатын болсақ, 14 желтоқсан, яғни осы сенбі күні таңғы сағат 7-де бұл бокс кеші басталады Қазақстан уақытымен. Қазақстан аумағында Sport Plus арнасы көрсетеді. Одан бөлек UFC Fight Pass'тан да қарауға болады. Егер Шавкаттың жекпе-жегін қараймын деп тіркелсеңіз UFC Fight Pass'қа, сол жерден де Садриддиннің жекпе-жегін қарап шығуға болады. Жалпы өздеріңіз білесіздер, ең бір қызықты, талантты боксшылардың бірі, қазір кәсіпқойда жүрген біздердің, бірақ біраз уақыттан бері жолы болмай, жолы ашылмай жүрген боксшылардың бірі. Осымен міне 6 жылдай болып қалған кәсіпқой боксқа ауысқаннан, бірақ енді ғана жөнсіз промоутердің қолына түсіп, Америка құрама штаттарында екінші жекпе-жегін өткізгелі отыр. Оған дейін Канадада өткізді, Мексика мен Қазақстанда да жекпе-жектер өткізіп үлгерді, бірақ Америкаға жол түспей жүрген еді. Промоутерді бізге жақсы таныс, бұл Том Лефлер мырза. Кезінде Головкинмен жұмыс жасаған, Головкин осындай бір деңгейге жеткізген промоутерлердің бірі. Әрине, мысалы, Боб Арум, Оскар де ла Хойяның деңгейіндегі промоутер демейміз. Былайша айтқанда екінші деңгейдегі промоутер, бірақ кем дегенде бір тұжырым бойынша әлем чемпионы жасап бере алатын адам, сондай деңгейге жеткізе алатын адам. Дәл осы салмақта Садриддиннен бөлек бірнеше спортшының қазір таңда жап-жақсы спортшылардың промоутері болып табылады. Тәжірибе деген мол, ықпалы да бар бокс әлемде, сондықтан шынымен де қазір жөнсіз, есі дұрыс промоутердің қолына түсті деуге болады. Садриддин Ахмедовтың осы уақыттан бастап бокста болашағы бар деуге болады. Енді қалғаны тек қана өзінің қолында. Кімге қарсы айқасады? Бұл жігіттің есімін әдейі қағазға өзім жазып алдым. Рафаэль Игбогве деген түбі африкалық азамат. Танзания мемлекетінің, қателеспесем, шыққан тегі. Жай бұл қатты маңызды емес. Бокс әлемінде қазір бұл салмақта ең бір жақсы гейткипер ретінде таныла бастаған спортшы. Гейткипер, бұлай тікелей ағылшын тілін аударатын болсақ, қақпаны күзетуші. Бұл не мағынаны береді? Яғни топтарға жақындатпайтын, титулдарға жақындатпайтын адам. Егер сен бұл спортшыны өтсең, онда шынымен де элитаға өте алатын адамсың деген сөз. Егер өте алмасаң, онда әр ойна. Онда осымен болды деген сөз. Исраил Мадримов пен Сергей Богачук екеуі де дәл осы салмақта WBA Мадримов, WBC уақытша, бірақ Богачук чемпион болған. Міне осы жігітке келіп емтихан тапсырған спортшылардың бірі. Осылар арқылы, осындай спортшы арқылы өздерінің деңгейін көрсеткен жігіттер. Міне енді Садриддин Ахмедовты дәл осы жігітке алып келген екен. Стиль жағынан айтатын болсақ, бұл классикалық бір Америка бокс мектебін көрген жігіт екені көрініп тұр. Техникалық деңгейі сондай бір, мысалы, Флойд Мейвезер болмаса да, сол баяғы филишел қолданатын, көбінесе қорғанып жұдырықтасады, және де әрдайым тіпті жақын емес, бірақ алыс деп те алмайсың. Бір орта қашықтықта жүргенді қалайтын боксшы болып көрінеді, және де көбінесе қарымта шабуылдарға ден қояды. Рингтің ортасына қарай барып тұрып алуы мүмкін, сондай бір ерекшеліктер бар. Оған қоса солақай, бірақ сондай бір соққымен құлатып тастайтын панчер деп айта алмаймыз. Бірақ дегенмен дәл осы жақсы боксшылардан емтихан қабылдаған кездердің өзінде де нокдаунға түсірген сәттері болды. Қалай деймін, бірақ шеберлік деңгейі элитаға жетпейді, сол себепті бұл жігіт гейткипер болып жүр. Енді
Садриддин Ахмедовтың біз жетістіктерін білеміз, көрсеткіштерін білеміз, ауыр соққы иегері екенін білеміз. 14-те-0, оның 12-сін мерзімнен бұрын аяқтаған. Түсінікті, бәлкім дәл осы Игбогве сияқты тәжірибелі боксшыға қарсы бұрын соңды жұдырықтаспаған да шығар. Бірақ қалай дегенмен шеберлік деңгейі әлдеқайда жоғары боксшы Игбогвеге қарағанда. Бұны мысалы әуесқой карьерасына зер аударып қарайтын болсақ, бұдан аңғаруға болады. 20 жасында жастар арасында әлем чемпионы болып, енді танымал болып, міне ересектер арасында енді жарат деп жатқан кезде бірден кәсіпқой боксқа ауысып кетті. Бұған қатысты да теориялар көп, айтпақшы. Енді ол кезде шынымен де 69 келі салмақ дәрежесі дүркіреп тұрды. Әлі Елеусінов толықтай кәсіпқойға кеткен жоқ. Абылайхан Жүсіпов келіп жатты, оған қоса Асланбек Шынбергенов болды. Бұларға қарсы бәсекелестік көп уақыт алып қояды деп ойлаған болу керек. Садриддин бірден кәсіпқой боксқа ауысты. Жалпы қазақ боксшылар үшін 20 жас дегеніміз ол кезде тіпті өте ерте еді. 20 жаста көбінесе ауыса қоймайды. Ондай тенденция кейінірек басталды. Енді бұл жекпе-жек келетін болсақ, жаңа промоутерлік компания жайлы да айттық. Яғни қазір Том Леффлер толықтай өз қол астына алып, Садриддин Ахмедовтың мансабымен айналысып жүр. Жалпы бұл жекпе-жек бізге не береді? Садриддин үшін не береді? Ең алдымен Игбогвемен айқастың арқасында шамамен Садриддиннің қазіргі деңгейі қандай екенін түсінуге болады. Біз аламызда мысалы Игбогве Багачукпен қалай төбелесті, Мадривовпен қалай төбелесті қараймыз. Сосын келіп Садриддин Ахмедов бұмен қалай төбелесті қараймыз. Салыстырмалы түрде, оның барлық шартты нәрсе бір жағынан алып қарайтын болсақ, өйткені әр жекпе-жек бұл бөлек бір дүние, оны барлығымен бірдей салыстырып беруге. Қалай дегенмен бұл жерден біраз анализ жасауға болады. Промоутерлер де бұл жерде анализ жасайды, әрине. Ары қарай қандай қимыл, қай бағыт бойынша жүреміз деген сияқты. Менің ойымша бекерден бекер бұндай қарсылас беріліп отырған жоқ. Енді көрдіңіздер ме, кәсіпқой бокста біраз жүріп қалды, уақыт жоғалтып алды. Жүріп қалды емес, уақыт жоғалтып алды деген дұрыс болатын шығар. Промоутерлердің жолы болмады, сондықтан қазір міне жасы да кеп тұр. Енді алдағы 3 жылда бір әлемдік титулдарға қол жеткізбесе, одан кейін кеш болып қалды мүмкін. Оған қоса қазір 69 келі салмақ жалпы тоқырау үстінде. Теренс Кроуфорд келіп кішкене қызығушылық пайда болды, бірақ Кроуфорд үшін бұл өтпелі кезеңде бұл салмақта қазір WBA чемпионы, бірақ Кроуфорд бұны қорғамай ары қарай кетіп қалуы мүмкін. Кішкене бір сондай бір керемет тоқырау демей қойып, бірақ бұл салмақта да кішкене жаңа есімдердің, жаңа бір толқынның жетіспеушілігі сезіледі. Сондықтан қай жағынан алып қарасақ та жақсы бір мүмкіншіліктер пайда болып жатыр. Соның барлығын енді тек қана жасау алды. Леффлердің барлық бокс әлемдегі барлық керекті адамдармен қарым-қатынасы, байланыс орнатылған. Ықпалды промоутерлік, жалпы боксшының бір жетістікке жетуіне бірнеше бір факторлар бар. Менің ойымша енді бұл промоутер деп айттық, және ол бізде боксшының былайша айтқанда стилі, жұдырықтасу мәнері, әсіресе Головкин мысал ретінде келтіруге, сондай бір америкалық азамат бір сол жергілікті аймақта бір танымал болмаса да өзінің стилі арқасында қалың жұрттың көзін өзіне байлай алды. Бұл әрине харизма, адамның бойына берілген қасиет. Әрбір боксшыда бола бермейді. Ол да бар. Промоутер, бокс стилі, харизманы бұл жерге қосуға болады. Және деп бұл жерде Садриддинді алатын болсақ, бұл жас. Енді 27 жасқа келеді, сондықтан әлі біразға дейін шабылады. Сол себепті түсінуімше Том Леффлер мырза Садриддин Ахмедовпен жұмыс жасауға бел буып отыр. Негізі қазір бұған дейінгі бірнеше видеоларда айтқан болатын, кәсіпқой бокс тоқырау үстінде, сондай бір алысқа шауып жатқан бір Қазақстанда 4-5 боксшы қалған шығар. Мен сондай деңгейге жеттік. Қазір Садриддиннің атуы былайша айтқанда, егер бір шынымен де бір жұлдызды деңгейге жетіп жатса, тағы бір толқын пайда болуы мүмкін. Кезінде Головкиннің эффектісі болды, қаншама жігіттер профиге кетті. Міне солай бәлкім Садриддин әсер ететін шығар. Өйткені мысалы Жәнібекке қарап профиге кетіп жатқандарды әзірше көріп тұрған жоқпыз. Бұл факт, өкінішке қарай. Енді жекпе-жек келетін болсақ, барлығымызда түсініп отырмыз, бұл жерде Игбогвені Садриддинге бір тексеріс ретінде алып келіп отыр. Әрине бұған немқұрайлы қарауға болмайды.
жақсы қарсылас. Бұл қарсыласпен қалай айқасады, жоғарыда айтқандай, соған көп нәрсе байланысты. Мерзімнен бұрын ұту оңай шаруа емес, бірақ әрине Садриддин бұл жерде ең алдымен мерзімнен бұрын жеңіске жетуге тырысады. Америка Құрама Штаттарына небәрі екінші жекпе-жегі. Сондықтан қазір басты мақсат әрине берген қарсыластарды жеңу. Және де Игбогвені жеңу бұл тіпті Садриддинді қазір енді промоутердің ықпалдылығына байланысты бұл жерде бокста рейтингке кіргізудің өзі бір рингтен бөлек талай жұмыс атқарылу керек. Бұл жекпе-жекте жеңімпаз атанса, онда шынымен де топ 15 кез келген бір ұжымның бір топ 15-іне кіріп кетуі әбден ықтимал. Қызықтың бәрі міне сонда басталады. Көрдіңіздер ме, Игбогве сондай бір ілгері қадам басуға жақсы бір мүмкіншілік беріп отыр. Матчмейкинг жағынан өте бір керемет шешім. Менің ойымша, қай жағынан алып қарасаңыз да ыңғайлы. Мансабының бір аяқтайтын шағына кеткен, бірақ сондай бір қатты шаршаған, бір 10-15-те тұтылған адам емес. Кеше ғана чемпион болған жігіттерге қарсы тәпті жұдырықтасып берген адам. Сондықтан бұл жеңіс өте маңызды, және бұл жеңіс мансабындағы Садриддиннің бір түбегейлі өзгерістерге алып келуі мүмкін. Бұл жекпе-жекке қатысты міне шамамен менің ойым осындай. Әрине Садриддиннің жеңісін күтемін. Жалпы менің ойымша, былай зерттеп қарағаным бойынша Игбогвені шамамен бір істің бәрі 6-8 раундта аяқталатын шығар деп ойлаймын. Бірақ толықтай жоспарланған 10 раундқа да жалғасуы ықтимал. Садриддиннің мысалы Мадримовты алып қарайтын болсақ, жұдырықтасқан Богачуктарға қарайтын болсақ, кішкене соққысы ауырлау менің ойымша, және Богачукке қарағанда, Мадримовке қарағанда әлдеқайда бір қысым көрсетіп агрессив түрде жұдырықтасатын боксшы. Ал бұндай боксшыларға қарсы кішкене қиналып кетеді Игбогве. Бұл да бар, және де тез шаршай бастайды ең бастысы. Өйткені бұл боксшы кеңістікті ұнататын, рингте кішкене көбірек орын болғанды ұнататын. Ал Садриддиннің жекпе-жектерін өздеріңіз білесіздер, бұл боксшы кеңістік бермейді. Алаңның ішінде әрдайым қысым көрсетіп отыруға тырысады. Сондықтан 6-8 раундтың шеңберінде арасында дәл осы аралықта Садриддин Ахмедовтың жеңісін күтемін. Жекпе-жек аяқталғасын егер бір талқылайтын дүние болып жатса, әрине бұл жекпе-жекті де қалыптасқан дәстүр бойынша қорытындылап көремін. Ал сіздер достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Жалпы қазіргі біздің бокстың күйі жайлы не ойлайсыздар? Садриддин Ахмедовтың болашағы жайлы қандай ойдасыздар? Одан кейін жазылуды ұмытпаңыздар. Менің YouTube арнама жазылыңыздар. Егер ұнап жатса, қош келдіңіздер. Дәл осы видеоның астында менің Telegram, Instagram каналдарыма да сілтемелерімді қалдырамын. О жаққа да қош келдіңіздер.